Тақсырет. Айшуақ әжей өз-өзінен селк ете қалды. Сәбидей балбыраған әлсіз, алуаз денесі тітіркеніп кетті. Оның күндегі ғадеті осы. Ұстарадай қолдан қолға сусып тұрмайтын жіңішке иненің сығырайған көзіне тілдеп жіпті өткізе алмай әлек болып отырғаны. Абайсызда инесін саусағына бұрқ кеткізіп кіргізіп алады. Оқыста қолынан сылп еткізіп түсіріп алады. Бір тұтам ине жібі көлбеңдеген көйлегіне оратылып, өрмекшідей ілініп салынып үстіне жүреді. Түнеу күні осы инесі абайсызда оң жамбасына кірді де кетті. Сонда көз жанарынан күйіп қалған көлдей жас та шықпай, іштегі ызасы кеудесін жарып кете жаздады. Құдай-ай, көресінді осы ине жіптен көретін болдым-ау. Кімге не жазып ем тағы? Ерасыл мен Нұрасылмай бүгінде түк тоқымайтын болдым-ау, деп шыр-пыр етті кейуана. Сол сәтте күніге осы бөлмеге жүз кіріп, жүз шығатын күтуші қыздың келе қалмасы бар ма? Әже, айтқан тілді емге тыңдамайсың ғой, тіпті осы ине жіпте не өшіңіз бар еді? Жыртық жамауыңыз болса, өзім-ақ тығып берейінші. Киіміңізді кеше ғана ауыстырдым. Интернатта бірдеңе бірдей бүтін киім береміз деп Медбике қолындағы инеге ұмтылды. Сөйткенше Айшуақ әжейде ойыншығын жасырған жас баладай ине жібін кең етек көйлегінің астына тыға қойды. Қарағым, тағы келдің бе жетіп? Қос қарғамның шылқүйін тоқытпайтын болдың-ау. Ендігі екеуінің де шылқүйі тозған шығар, деп кемсеңдемесі бар ма? Әже, ине жіпке абай болыңыз дегенім ғой. Ертеректе шалымның жылтырап өкшесі көрініп жүретін, ұзамай балтырына сары су жинап, сыздатып алды ғой сорлы. Ендігі тірі тұрса, мұнда бір түн түнемес едім. Жайлаудағы үйді айтсаңшы, әсіресе таңда ауасы танауыңды жарып жіберуші еді. Жа, асарымды асап, жасарымды жасаған мен кемпірді қойшы. Осы жақтан бұйырған тақтайға мініп кете барармын-ау. Сөйтіп жаман шалымның қасына жатармын-ау. Анау Ерасыл мен Нұрасылымды айтсаңшы, көзімнің тірісінде боталарымды бір көрмей, көрде қалай тыныш ұйықтаймын. О, Құдай-ай! Тым болмаса, екеуіне осы қара көзге дейін шұлық тоқып қойсам, көріп болар еді. Көзім түскірде көруден қалды. Ұлдарыма бола өреленіп, ине жіппен алысып. Жекебас қыздың алдында өзін кінәлі жандай сезінген әжей кеудесіндегі қатқан мұзды жібітпек болып, жауыр болған әңгімесін қайта бастады. Қарағым-ай, қарсы алдыңда отырған мен жайлы түк білмейсің ғой. Анау көктеп тап осы қалпымда мұжырайып, бетім бір уыс боп түсе қалды деймісің? Көзімнің ағы мен қарасындай болған Ерасыл мен Нұрасылым үшіншібін жанымды шүберекке түйіп титықтаймын кеп. Бірақ мені түсінер олар қайда? Қалт-құлт еткен шешелерін түстерінде де көрмейтін шығар. Тым болмаса екеуінен бір немере сүйсем деп едім. Сен шырақ, келін баламның қайда тұратынын, кіммен тұратынын біреулерден сұрастырып білші, жарай ма? Түнеу күні іңгәлап жылаған бөпенің даусын естіп жатып, шырт ұйқымнан ояндым. Құдай аян берді ме білмеймін, жүрегім бір қуанышты сезгендей болды. Көкелерімді бесікке салып, тұштамасын жеп қайтсам деп едім. Ерасыл мен Нұрасылдың балаларын бір ескесем, қазір-ақ армансыз о дүниеге кетер едім. Айшуақ әженің күрсінгеннен көкірегі қарсы айырылды. Арман мен қиялдан туған сағыныш кеудесін кернеп әкетті. Әже, балаларыңызды танымаймын ғой, бір ретте көрген емеспін, әйтпесе ұсқындарын жаттап алар едім. Ту, шырағым-ай, жас басыңмен пәмбітің қайда? Мені ғой мұны, қанша айсамда ұқпайсың. Мынау Ерасылым, монтиып отырған, әкесінің мойнына асылған Нұрасылым. Қимылы шапшаң үлкен кісі төсек-шерінің астынан суырып алған, желім-желім сарғайған суретті алма-кезек шөп-шөп сүйді. Әже, бұлар енді үлкен азамат болған шығар, деп Медбике баладай аңғал кемпірдің көңілін аулай түсті. Жүзге келсе шешеге баласы сәби қалпында қалады, қарағым. Оны өзіңде ана болғанда түсінерсің. Үлкен кісінің әңгімесі мен үйреншікті әдетінен жалыққан Медбике бөлмеден сытылып шыға бара жатыр еді. Әжей оны қайтадан тоқтатты. Көкелерімнің бүгін келген-келмегенін білмейсің бе? Екеуін көрдің бе, жоқ па? Ботақандарымды көрмегелі біраз жыл өтті. Мен асханаға кеткенде келген шығар. Қап, бүгінде көрмей қалғаным-ай. Сен қыз оларды көрсетуді қойдың. Тап жаңа бір әзірде ағынан жарылған Айшуақ әже қара жын секілді арқасы қозып көтеріліп шыға келді. Әже,
Сәл сабыр сақтаңызшы. Олар келген жоқ, кеше де, бүгін де келген емес, бір ретте келген емес сізді іздеп. Мүмкін емес, ұлдарым мені алдамайды. Күн сайын келді ме десе, келді деп алдай бергеннен түк шықпасын біліп, ашы болса да шындықты пердесін бірақ ашқан Медбике әжейдің шытынаған көзінен жасқанып төмен қарады. Әже, деді сосын. Кәне, ине жіпті маған беріңізші. Кеш батып барады, дәрі-дәрмегіңізді ішіп демалыңыз. Көзін алартып ақ қалпақ киген қызға тіксіне қараған Айшуақ әжей тіл қатпады. Мұж-мұж суретті қос алақанымен кеудесіне қыса ұстап, төсегіне бүкшейіп отыра кетті. Әже, әуелі дәріңізді ішіңіз. Дәрім құрсын, ішпеймін. Осыдан ауырып қалсаңыз, Ерасыл мен Нұрасыл келгенде төсектен тұруыңыз қиын болмай ма? Кәне, ішіп жіберіңізші. Сонда жақсы ұйықтайсыз. Мейірбике әжейді дегеніне көндірді. Ақырып жекірген Кейуана 2 қасық сұйық дәріні ішкен соң сабасына түсті. Қайтсына есінен еш кетпейтін қос ұлын сағынғанда не айтып не қойғанын өзі де білмей қалады. Айдың күні аманында тірліктің тұманымен адасқан әжейдің күндегісі осы. Жалаңаш 4 қабырғаға қарап жата-жата жамбасы сынған ол қапелімде ұйқысы келмей терезеден сыртқа көз салады. Ағашы кеуіп, сыры ұшқан қарттар үйіндегі терезенің жақтауынан жанына жылылық естиді. Өмір бойы қос ұлын күте-күте жекесі жұқарған Кейуананың жыны қайнап, ашуы қозғанда өзінен өзі секіріп, әлек-шәлек болады дағы сосын райынан қайтады. Қадалдау тағдырына еріксіз көнеді. Айтпегендеші, амалы таусылғанда ақша бұлттардың арасынан сығалап қарап тұратын жарты айдың жүзімен тілдеседі. Ей, ай жарықтық, баяғыда біздің қырдағы үйдің төбесінен емге кетпей, домаланып тұрып алушы едің. Әлі тапсо қалпыңмен қарап тұрсың ба? Тіршілікте бәрі мың рет өткізгерсе де ертеңнен күн жарықтық, түнде сен жарықтық өзгермейсің әйтеуір. Сені қыз күнімнен қызықтап өскен мен мына қазір аузында түк тісі жоқ, сесендегі селкілдеген қара кемпір болдым. Әу бастан өзіңе имандай сенуші едім. Түн ортасында жұлдыздарыңды санап отырғанда, сорлы бағзым бәрінен айырылып, бәрін жоғалтып тыныппын. Ей жарықтық-ай, жатырқап жүзіңді бұра бермей маған тұра қарашы кәне. Бүгін неге жартылай тудың? Әлде сенің де мен секілді көңіліңнің хошы жоқ па? Ертеректе іштегі сырымды ешкімге түс жармай көбірлеп қана өзіңе айтушы ем. Иен далада қой күзетіп, мал қайтарып жүріп өзіңмен оқтын-оқтын тілдесетінмін. Ол кезде қос құлыным былдыралаған балапандарым пысылдап, апысынымның қойнында түк білмей ұйықтап жататын. Күндіз мал бағудан шаршайтын жаман байым демалып, тынықсын деп ұлдарымды абысыным жұма қызға аманаттап, қой ешкімді жыртқыштардан күзетуге өзім шығатынмын. Саған қараған сайын құлындарым қойнымды жылтып тұрғандай, кеудем қуаныштан балқып, жамандық атаулының бәрі де сезбеуші едім. Сөйтсем бәрі алдамшы екен ғой. Сен сонда балапандарыма анау есуаз қатын төсін таққылап, менен жасырынып үсті жоқ, кеуіп қалған омырауын ескетіп жүргенін неге айтпадың? Мынау көктен төне қарап, бір өзін бәрін байқап тұрдың ғой. Әділетсіздікті өз көзіңмен көрдің ғой. Сол кезде жолынан адасқан маған бір ишарат білдірсең етті. Анау қатыгез абысынымның жүрегіне имандылықтың нұрын сепсең етті. Оның түгі де кеткен жоқ. Ал мен болсам Ерасыл мен Нұрасылымнан тірілей көз жаздым. Әттең, абысынымның қулығына, айлакерлігіне мән бермей алдана беріппін. Жылы ұямда жатқан сәбилерім аналық сезімнен суынып, бөтен біреудің, яғни тумаған қатынның құшағына еміреніпті емін-еркін. Дүниеде өз балаңның туған анасынан безіп, терес айналып кеткеннен асқан қорлық жоқ екен. Мен сол қорлықты бастан кешкен, тақсіретін тартқан Кейуанамын. Ақ уызыма сәбилерімді жарытпаған, жан жүрегіммен бөпелерімді жылтпаған бейбақпын. Сенесің бе сен оған? Күндіз түні көргендері бөтен шеше болған соң, есін білмейтін сәбилерімнің не жазығы бар дейсің? Бөпелерімді елітіп кете барды әлгі шайтан. Өскен жинесі құрсын. Кеудемден шыбын жаным шықпаған соң қу тірліктің мазағына айналып, жүріп жатқан жайым осы. Ұлдарымнан күдерімді бір үзген емеспін. Ерасылым мен Нұрасылымды көзім жұмылғанша бір көрермін, мауқымды басармын деп үміттенемін әлі.
Кеудемнен үміттің сығырайған шамы сөнбейді де, өшпейді де. Басымның бағы баяғыда өшіп, жарығым баяғыда сөнді. Мен де тым болмаса өз үйім, өлең төсегім, қара орманым да жоқ. Бар ошағым мынау 4 қабырға. Бүгін немесе ертең шайт болып кетсем, қу сүйегім судырлап дәл осы босағадан шығады. Шешелерің о дүниеге аттанып кетіпті ғой. Обал болар, соңғы сапарға үйден арулап шығарып салайық дейтін абысын да жоқ менде. Ол 2 баламды бауырына басып, олардан қайыр көріп арманына жеткен арсыз әйел. Ай жарықтық, кәне өзің айтшы, неге осы өмірде дұрыстық атаулы атымен жоқ? Титтей мейірімге шілдеген қубас кемпірдің дұрысы болса мынау. Аясаң етті бір алла. Егер мені аясаң қос ұлымды өзіме кері қайтардағы. Мынау қараңғы түннің ішінде Ерасылым мен Нұрасылымды өзің ғана көріп тұрған шығарсың. Ұлдарымды аңсап, көктегі тәңірге жалбарынғаныма ұзақ жыл болды. Бірақ қос қанатымнан титтей хабар жоқ. Осылайша аспандағы жарты айға мұңын шағып, шарасыздық танытқан Айшуақ әжей сүйек боп қатқан саусақтарын біресе бүкті, біресе жазды. Баяғыда ұлдарын дүниеге әкелерде толғағы қатты болып, қыстаудағы үйдің пеш төбінде қиналып жатқанын есіне түсірді. Алғаш Ерасылға толғағы қысқанда көрші мұндағы ұлдай кемпір шауып келіп босандырып алып еді. Шашы тас бұйраланған қара бала жылағанда үйді басына көтерді сонда. Ал жарық түнен есігін тұңғышы Ерасылдан 1 жыл кейін ашқан Нұрасылы болса, асықпай, аптықпай, жанын көзіне көрсетпей шыр ете түскенді. Ендігі ол да сабырлы, байсалды жігіт болған шығар. Оның да кіндігін көрші әжей кесіп еді. Арқалы әруақты кемпір 2 ұлын қырқынан шыққанша темір шылап шыңға шомылдырып, қол аяғын жазып бағып қағысты. Сөйтіп қос құлыны тәтелес ержетті. Бірін бесікке бөлеп тастап, екіншісін құндақтаған күйі иесіз үйге қалдырып кететін. Өзі жалаң бас, жалаң аяқ, қораға қарай жүгіретін. Жас босанған ұлдарын шын шайтан қағып кетер немесе әлденеден қорқар деп ойламайтын. Бөтен ой қаперіне кіріп шықпайтын. Сол аңқау кісіге сенгіш, ағаттығынан ақыр аяғында оңбай таяқ жеді. Сазайын тартып тынды. Әлі күнге сол бір ыстық шақтарын еміс-еміс есіне алған сайын Айшуақ әженің тарс жұмылған жанарынан моншақтай 2 түйір жас домаланып төсіне қарай тамады. Тағдыры таразыға түскен өзіндей қамкөңіл жандармен бірге тұрып, бірге өріп, ел қатарлы тірлік кешіп жатқанына іштей шүкіршілік етеді. Бірақ сау басына қара бұлт үйірген абысыны Жұмағыздың қатыгез қылығы жанына байыз тапқызбайды. Етінен қанын зорғалатып ет кесіп алғанмен бірдей. Лүпілдеген жүрегін кеудесінен суырып тастағанмен бірдей. Жасынан өңі қара адамдарды жақтырмаушы еді. Сырт пішіні көмірдей қара болса, ішкі жан денесі де күйедей қара әйел 2 бірдей баласынан тірілей айырып, қарай жерге тірілей көмді ақыры. Өз ұлдарын бір иіскеп сүйге зар болған сорлы ана бұл фәниден баяғыда түңіліп, тағдырдың тақсыретін тартты әбден. Қараңғы терезеден телміріп, өз-өзінен аспанға қарап, сөйлей-сөйлей тамағы кепкен әжей енді бір сәт кереуетіне сылқ етіп құлай кетті. Тостағандай нұрсыз көздерін тарс жұмып, жас баладай жабырқанып, жасқанып, моп-момақан күйі терең ойдың көлеңкесін қуа түсті. Түлкінің құйрығындай бұлаңдап өте шыққан қу тірлікке не дерсің? Күнінде күн телеген Айшуақ еді. Талайдың аузынан қызғалдақтың сары майы мен ақ қаймағын ағызған қонақжай, ақ көңіл аңғал келіншектің. Сол бір қора толы мал мен жиған денеден сығып алардай бір уыс сыбаға да қалмады. Құмға сіңген судай бір белгі жоқ. Етегіне сүрініп қабынып, көрінген ағаш шұғаштан таяқ жеп, томаланып жүрген Айшуақ бүгінде өткен күннің айыбын кімнен сұрарын білмейді. Бақтағы қызыл алмайда енді ғана пісіп жетілген шағында балдай тәтті сезімнің шырынын ішті. Үкілеген 17 жасында күйеуге тиді. Бұйырғанын бастан кешті. Маңдайына жазылған жанарысы жаман жігіт болмай шықты. Жауырыны қақпақтай кең иықты азаматпен жарасымды жұп құрды. Колхоздың отар-отар малын алдарына салып айдап, шопан таяғын бірге ұстады. Талай асау атқа да тебілді. Мүйіздері өткір мөшкеден де оңбай таяқ жеді. Қыстың бұрқан боранымен адасып, құшымның қу шетінде өсіп өле жаздаған кездері де болды.
Сөйтіп арпалысқан тірлікпен бас кеше жүріп, торсық шеке қосылды құшып сүйді. Сондағы күйеу Жанарыстың қуанғанын көрсең ғой. Көз алдарында сау саламат өсіп жатқан бөпелеріне қарап тойып, қоңыр тірліктерін жалғастырды. Жаратқан ием қос қолымды алақанға топ етіп салып бергелі, Айшуақ пен Жанарыстың езулерінен күлкі, жүздерінен қуаныш кетпеді. Мынау тылсым дүние дөңгеленіп, төрт құбыласы тең тербеліп тұрғандай болды. Әттең-ай, ең бақытты кездерінен қалайша тез айырылып қалғанын білмей есеңгірейді әлі күнге дейін Айшуақ сорлы. Құсалықтан қан құсқан шерлі кемпірдің жүрегі бұдан әрі ештеңені еске алып толғағысы келмеді. Тұла бойы қалтырап дірілдеп, жұмсақ көрпенің астына тығылды. Иегі кемсеңдеп, ту сыртынан дүлей күш төніп келе жатқандай бүрсе түсті. Қараңғы бөлмеде көздерін тарс жұмып еді, әдеттегідей түсіне жиі енетін абысыны мысық табандап қасына жақындай түсті. Айшуақ, қорықпа, бұл мен ғой. Сені кетуге келген жоқпын. Екі балаң тірі бар, оларға түк бола қоймас. Өсіріп өндірдім. Рас, менен бір ағаттық кетті. Қайным Жанарыс екеуін кешіре алмайтын күнәға баттым. Құдай тағала бізге бір бала қимаған соң, бар назарым Ерасыл мен Нұрасылда болды. Сенің аңғал мінезіңнен дәм еттім. Ақыры сол мақсатыма оп-оңай жеттім. Балаларды иіскеп сүйгенімде Жанарыстың қабағы түксиіп, қойны қасқыр шабатындай жақтырмай қалушы еді. Көп ұзамай оның да тілін таптым. Нағыз балажан екенімді дәлелдеуге тырыстым. Сен де менің Алладан перзент сұрап, көлтеткен көз жасымды түсініп, қолымды қақпадың. Ерасыл мен Нұрасылды иіскеп мауқымды баса жүріп, бауырыма тарттым. Осы екеуін от пен судан қорғап, дұрыстап бақсаң, тұла бойыңа бір жамантай бітіп қалар деген ауыз жылы сөзің жаныма қуат берді. Қанша бал жесем де, баласыз өмірден тәтті емесін білдім. Қайткенде бір-біріне тәтелес боп өсіп келе жатқан екі баланы алдап сулап бауырыма басу үшін сенің отыңмен кіріп суыңмен шықтым. Екі көкеңе ес болатын, есті біреудің керегін ғып, ұлдарыңды маған сеніп тапсырдың. Сенің сенгіштігің ақыр соңында менің бас пайдама шешілді. Қайным екеуің тышқақ малдың соңында салпақтап жүргенде, иесіз қыстауда Нұрасыл мен Ерасылды армансыз аймалап сүйдім. Екеуін ішімнен шыққан баламдай жақсы көрдім. Саған қимадым. Ақыры әрненені сылтауратып ұлдарыңды жиекеме шіктеп алдым. Бар кінәм осы, Айшуақ. Қазір молада жатсам да әруағым тыныштық таппайды. Шашың қобырап келіп менен балаларымды сұрайсың да тұрасың. Менен бұрын дүние салған қайнымның да өкпесі қара қазандай. Өз күйім Иманбай да көзінің тірісінде осы қылмысым үшін жазамды түбі тартатынымды айтып қақсап еді. Бәлки ары таза Иманбай мен Жанарыс марқұм жұмақта жүрген шығар. Ал мен тозақтамын. Тозақтың өртіне етімді күйдіріп, сүйегімді қуырып біттім. Сенің екі балаңды ай-шай жоқ тартып алып, бауырыма басқанда көрген қызығым шамалы. Ауылдан көшкенде екеуін өлердей қызғанып, сені соққыға жығып, онсыз да жаралы жаныңды жазықсыз жапа шектіріп едім. Мектепті бітіріп әскерге барып қайтқан сіңгіттей ұлдарың кейін маған да қиғылықты салды әбден. Емге көрмеген білмеген жерге көшіріп әкетті. Көзіме көк шыбынды үймелетті. Олар да өз бетімен жіберіп, еркелетіп есер соқтау ғып өсіріп едім. Көресінің көкесін кейін екі балаңмен қоса келіндерден де көрдім. Жаным қиналып қысылғанда Құдайдан сенің атыңды атап, сән мәрте кешірім сұрадым. Сені қайғыға батырып, ұлдарыңнан айырғаннан опа таппадым. Тістелеп жүріп екеуін адам еткенімде сұм ажалдың тырнағына іліктім. Ажал мені ерте жалмады, Айшуақ. Сен тартқан тақсіретті көзім жұмылмай тұрып мен де тарттым. Құстың сүтінен басқа дәмі беріп өбектеп өсірген Ерасыл мен Нұрасылдың қатыгез қайырымсыз азамат болды ақыры. Сенің аналық мейірімнен тым ерте айырып ақ үстіңнен тым ерте суалтып алғаныма қатты өкіндім сан рет. Қит етсе түтігіп әлденеге ызғарлы ашулы мінез шығарды. Ақылымды үйіп түксем де райынан қайтара алмадым. Қазір тозақ отынан қанатымды күйдіріп, күн сайын түсіңе еніп жүргенім сондықтан, Айшуақ. Кешіре алсаң, адасқан абысыныңның сол бір кезгі қателеген кешіре көр, деп босағадан төне қарап дәл осы сөздерді айтқан бойда жұма қыз жоқ болып кетті.
Үстіне қара мата жамылған әруақпен түсінде тағы да жолыққан әжей ұйқысынан селк етіп оянды. Таң шапағы қылаң беріп қалған екен. Тап бүгінде түсінен шықпаған абысынын сосын зарықтырған қос ұлын ойлап иегі кемсеңдеді. Жұма қыздың о дүниелік болғаны рас шығар. Әйтпесе түсіме жиенбес еді ғой. Әруағы тыншымай аян беруіне қарағанда шыбын жаны өзі айтқандай тозақта жүр десекші. Баяғыда шешем адамның жаны шыбын құсап ұшып кетеді. Бұл дүниеде жасаған жамандығы болса, Алла тағала етінен сүйектерін сыпырып алып отқа жағады дейтін. Бұл сөздің жаны бар. Қамшының сабындай қып-қысқа тірлікте балаларымды көз көре тартып алған Жұма қыздың тозаққа барып кешірім сұрағанынан енді маған не келіп не кетпек. Өмір бойы ұлдарымды аңсап бір көруге зар етті. Көрер қызығым да таусылды. Айлакер қатынға алданып жұртқа сенгіштігімнен тапқан пайдам осы. Өзге түгіл өзіңе де сенбеу керегін білсемші сорлы басым, деп ой түбіне терең сүңги жөнелді кейуана.